Құдайдың құлы емес, оның рухани баласысыңдар. Өйткені барлығың Иса Мәсіхке деген сенімдерің арқылы Құдайдың рухани баласысыңдар. Мәсіхпен тығыз байланысып, шомылдыру рәсімінен өткен бәрің де Мәсіхтің рухани қасиеттеріне бөлендіңдер. Бұл жерде Яхуди мен басқа ұлт адамының, құл мен еріктінің, еркек пен әйелдің арасында айырмашылық жоқ. Себебі барлығың Иса Мәсіхпен тығыз байланыста бір тұтассыңдар. Және сендер Мәсіхтікі болғандықтан Ыбырайымның рухани ұрпағысыңдар. Әрі Құдайдың оған уәде еткен игіліктерін иемденесіңдер. Тағы айтпағы мынау: мұрагер болашақта барлық байлықты иемденуге хақылы болса да, балалық кезінде оның құлдан еш айырмашылығы жоқ. Жас мұрагер әкесі белгілеген уақытқа дейін қамқоршылар мен үй басқарушылардың бақылауында. Біз де рухани балалық шағымызда осы дүниедегі бастапқы діни илімдердің құлдығында болдық. Ал Құдай белгілеген уақыты жеткенде өзінің рухани ұлын жіберді. Ол бір әйел арқылы дүниеге келіп, Таурат заңы үстемдік етіп тұрған халықтың арасында сол заңға бағынғандарды босатып, өзінің рухани балалары ету үшін келді. Енді біз рухани балалар болғандықтан, Құдай өзінің рухани ұлының рухын жүрегімізге дарытты. Сол рух бізді Абба әке деп Құдайға сыйындырады. Сонымен енді құл емес, рухани ұлсың. Ал рухани баласы болған соң, Құдай саған өзінің уәде еткендерін сыйлайтын болады. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар.